Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін тіктөртбұрыштың, бүгін сендерге тіктөртбұрыштың периметрін, ауданын табуды және теңдеу құрастыру арқылы белгісіз қабырғалар табуын көрсететін боламын. Мұқият тақтаға назар аударайық балалар. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 9 см, ені 5 см деп берілген. Жазамыз. Ұзындығы мен енін балалар латын кіші әріптермен белгілейміз. Ұзындығы А деп белгілейміз 9 см. Ені Б деп белгілейміз 5 см-ге тең. Периметрін табу керек және ауданын табу керек. Енді осы тапсырма бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші периметрін қалай табамыз? Жалпы тіктөртбұрыштың қазір қасиетін есімізге бір түсірейік. Тіктөртбұрыштың қасиеті ол қарама-қарсы қабырғалар тең. Ұзындығы менен ұзындығы тең, ені менен ені тең. Яғни қарама-қарсы жатқан қабырғалары тең. Ал периметр дегеніміз қалай түсінеміз? Периметр дегеніміз барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысына тең. Яғни ол тек тіктөртбұрышқа ғана қатысты емес, ол үшбұрыш болуы мүмкін, көпбұрыш, бесбұрыш, алтыбұрыш. Кез келген фигураның барлық қабырғалардың ұзындықтарының қосындысы периметр дейміз. Периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеді екенбіз. Ұзындығы 9 см, қосамыз, ені 5 см көбейтеміз 2-ге. 9-ға 5-ті қосатын болсақ 14, 2-ге көбейтетін болсақ 28 см-ге тең. Периметрі 28 см-ге тең. Дәл осы кезде ауданын таппас бұрын, егер де қабырғаларының белгісіз қабырғасын болатын болса, біз қалай табамыз? Соны бір көрсетіп кетейін. Ал егер де ұзындығы белгісіз болса, біз қалай табамыз? Қалай формула құрастыруға болады? Мысалы, А мен Б-ның қосып 2-ге көбейтетін болсақ, балалар, периметрге тең болады. Жазамын. Теңдеу құрастырып жатырмын, балалар, байқаған болсаңдар. Ұзындығы мен енін қосып, П дейміз, мына көбейту 2, теңдіктің мына жаны бөлу 2 болып өтеді. Ары қарай А тең, периметр бөлемін 2-ге, мына қосу Б, теңдіктің мына жағына азайту Б деп өтеді екен. Қандай формула шықты, балалар? Аны қалай табуға болады екен? Яғни, ұзындығы белгісіз болса, қалай табуға болатыны туралы біз формула қазір құрастырдық теңдеу арқылы. Енді әр осындай мысалдарды тіктөртбұрыштардың белгісіз қабырғасын табатын кезде теңдеу құрастыра берудің қажеті жоқ, осы формуланы жаттап алсақ болды. Яғни осы формулаға қазір орнына қойып көрейік. Аны табу үшін периметр декке бөліп бұны азайтамыз. Бізде периметріміз 28 см. 28-ді бөлемін 2-ге, азайтамын. Енін, яғни ені 5-ге тең. 28 2-ге бөлем 14, 5 азайтамын 9 см. Ұзындығымыз 9 см екен. Ұзындығымыз 9 см. Балалар, дұрыс шықты ма? Демек, теңдеу арқылы құрастырған біздің формуламыз дұрыс шықты. Ені белгісіз болса да, дәл осылай формуланы қолданамыз. Ені белгісіз болатын болса, периметрді 2-ге бөлеміз дағына, ұзындығын азайтып тастаймыз. Периметр 2-ге бөліп ұзындығын азайтатын болсақ, біз енін табамыз. 28 2-ге бөлетін болсақ 14, азайтамыз 9-ды 5 см. Ұзындығы еніміз 5 см еді, шықты. Демек, осы теңдеу арқылы құрастырған біздің формуламыз, белгісіз қабырғасына берген формуламыз дұрыс екен. Демек, осы формула бойынша үнемі шығарып белгісіз қабырғалар таба беруімізге болады екен. Яғни, біз теңдеу құру арқылы белгісіз қабырғаны қалай табу керек формуласын қазір құрастырдық. Периметрін таптық, белгісіз қабырғасын тауып көрдік, енді ауданын табайық. Ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Жаңа айтып өткендей, латын кіші әріптермен белгіленеді екен. А көбейтілген Б.
Ауданы табу үшін ұзындығы 9 көбейтеміз 5-ке енін 45 сантиметр квадрат. Балалар, дәл осы жерден кішкене назарларыңды аударып кетейін. Неге сантиметр болған кезде метр квадрат, ал периметр болған кезде неге жай ғана сантиметр болды? Айырмашылығы неде? Айырмашылығын айтып өтейін. Периметр дегеніміз жаңа айтып өттім, барлық қабырғалардың ұзындықтарының қосындысы балалар. Егер де периметр туралы, мысалы, мұғалімдеріміз я болмаса қайталау сабақтарында осындай сұрақтар келетін болса, мүдірместен айтуымыз керек. Периметр дегеніміз, яғни барлық қабырғалардың ұзындықтарының қосындысы. Бірақ сөйлем, бірақ оны мәніне жетіп, мағынасына жетіп, дәлдікпенен жаттап алуымыз керек. Барлық қабырғалардың ұзындықтарының қосындысы. Сол үшін ол сантиметр күйінде қалады. Ал ауданы болғанда неге квадрат деп жаздық? Ауданы дегеніміздің өзі ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. Периметр қабырғалардың ұзындықтарының қосындысы болса, ал ауданы тек қана ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. Демек, А көбейтілген Б. Мына жерде бір дәреже бар деген сөз. Оны әрине жоғары сыныпта өтесіңдер. Қазір кішкене мағлұмат беріп жатырмын. Оны кейін жоғары сыныпта тереңірек өтетін боласыңдар. Яғни көбейткен кезде дәрежелері қосылады. А мен бұны көбейткен кезде дәрежелері қосылады. Демек, бірге бір қосылып 2 сантиметр квадрат деп жазады екенбіз ауданда. Яғни көбейткен кезде дәрежелері қосылады. Аудан тапқан кезде ұзындығы мен енін көбейтіп метр или сантиметр квадрат деп жазады екенбіз. Енді қабырғалар белгісіз болса ше, кейде ауданы белгілі, қабырғасы белгісіз болады. Ұзындығы белгісіз болса, ауданды еніне бөлеміз. 45-ті бөлеміз, ені 5, демек 9 сантиметр. Ұзындығы 9 сантиметр шықты ма балалар? 9 сантиметр шықты. Ал егерде енін табатын болсақ, біз ауданы бөлеміз ұзындығына. Ауданы 45 сантиметр квадрат бөлеміз, ұзындығымыз 9, 5 сантиметр. Тағда бір назар аудара кететін жағдай болар. Мына жерге қабырғаларын жазғанда квадрат деп қойып шатасып жүрмеңдер. Неге ол? Өйткені бірақ қабырғасы. Мына жерде екі қабырғаның көбейтіндісі болған үшін квадрат дедік, Ал көлемді өтетін кезде, оны да кейінгі видеоларда түсіндірем. Көлемді өтетін кезде сантиметр куб, метр дециметр куб болады. Неге? Олар ол көлем дегеніміздің өзі 3 өлшемінің көбейтіндісі болады. Мысалы, параллелепипедтің 3 өлшемінің көбейтіндісі. Ұзындығы, ені, биіктігінің көбейтіндісі. Және ол туралы да және басқа видеоларда тереңірек тоқталып өтем. Ол үшін бірінші бізге көлемге дейін аудан мен периметрді жақсылап түсініп меңгеріп алуымыз керек. Енді осы жерден бір назарларыңыз аудара кететін жағдай, балалар, кейде есеп берілген кезде, мысалы, ұзындығы белгісіз болса, ұзындығын қайсы формуламен табатынымыз кейде шатасып жатамыз. Мына формула, егерде ауданы белгілі болған жағдайда, қабырғасын ауданын еніне бөлеміз. Ал периметр белгілі болған жағдайда, қабырғасын табу үшін периметрді 2-ге бөліп, енін азайтамыз. Дәл солай, ауданы белгілі болғанда енін қалай табамыз, ал периметрі белгілі болған кезде енін қалай табамыз. Осы екі жағдайды балалар ажырата білуіміз керек. Соны бір-бірімен шатастырмауымыз керек. Ол үшін біз формуланы жатқа білуіміз керек, көп жұмыс жасауымыз керек, сонда бізде дағдыланады екен. Бізге ол дағдылан жақсы қалыптасады екен, яғни біз есептерді істеген кезде, жасаған кезде шатаспаймыз. Қай кезде аны қандай формуламен табамыз, бұны қандай формуламен табады екенбіз. Ал енді балалар, шаршының ауданы мен периметрін қалай табамыз? Шаршы дегеніміз жалпы қандай фигура, және үшбұрыштың периметрін қалай табамыз, және белгісіз қабырғасын қалай табуға болатынын жайлы көрсетем. Шаршы дегеніміз жалпы қандай фигура? Шаршының қасиетін бір естеріңе түсіріп өтейін. Шаршы дегеніміз барлық қабырғалар тең, балалар. Мысалы, 3 сантиметр болды ма? Барлық қабырғалары 3 сантиметр. Және біз оны қалай белгілейміз? Жай ғана А тең 3 сантиметр.
бізге ұзындығы деп тапсырмаларда ұзындығы осындай, ұзындығы 3 сантиметр деп беріледі кейде, ал кейде жай ғана қабырғасы. Шаршы дегеннен кейін біз оны дереу түсінеміз, өйткені оның барлық қабырғасы тең. А деп 3 сантиметр. Периметрін табу үшін периметрін табайық. Периметрін табу үшін шаршының формуласын көрсетейін балалар. Шаршының формуласы, шаршының периметрін табу үшін 4 қабырғасы тең болғандықтан біз 4-ті аға көбейтеміз. 4 дегеніміз 4 қабырғасы, а біздің ұзындығы, яғни тапсырмада берілген 3 сантиметр. 4-ті көбейтеміз 3-ке. Демек 12 сантиметр екен. Осы берілген шашының периметрі 12 сантиметр екен. Ал егер де периметрі 12 сантиметр болды, ал қабырғасын табу керек болатын болса, айталық. Шашының периметрі 12 сантиметр болса, қабырғасы табу керек болсын, е? Периметр 12 сантиметр, қабырғасы белгісі сантиметр деп жазамыз. Бұнда жаза берейін. Кішкене көрінбей қалды, дейін, кішкене майда болып қалды. Периметрін табу үшін 4-ке аны көбейттік. 4-ке көбейткен себебіміз 4 қабырғасы бірдей. А енді формуланы пайдаланамыз. Ал қабырғасын табу үшін мына жерде теңдеу құру арқылы қабырғасын табу үшін, аны табу үшін периметрді 4-ке бөледі екенбіз. Периметрін бөлеміз 4-ке. Демек 12-ні 4-ке бөлеміз тең 3 сантиметр. Қабырғасы 3 сантиметрге тең. Яғни формуламыз, берілген тапсырмамыз шықты. Демек, периметрін табу үшін қабырғасын 4-ке көбейтеміз. Өйткені шашының барлық қабырғасы 4 қабырғасы да тең. Ал егер де қабырғасы белгісіз болатын болса, периметрін 4-ке бөледі екенбіз. Өйткені 4 қабырғасы тең болған соң 4-ке бөліп, бір қабырғасын біз таба қояды екенбіз. Демек, ұзындығы 3 сантиметрге тең. Ал егер де шаршының ауданын қалай табамыз? Яғни, ұзындығы қабырғалары бірдей. Яғни, А көбейтілген А немесе А квадрат. Демек, ауданын табу үшін бізде қабырғасы 3 сантиметр еденді. 3 көбейтеміз 3-ке немесе 3-тің квадраты, е балалар? 3-тің квадрат дегеніміз 3-ті 2 рет көбейту деген сөз. 2-ке көбейтіп қоймаймыз балалар, е? 3-тің квадрат дегеніміз 3-ті 2 рет көбейту. Демек, 9 3 сантиметр, 3 сантиметр, ауданы 9 сантиметр квадрат. Енді үшбұрышымызға келек. Үшбұрышымызда, үшбұрышымдан жоғарғы жаза берейін. Енді үшбұрышымыздың периметрін қалай табу керек? Периметр деген, жаңа айтып өттім, е балалар? Периметр дегеніміз барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы дедім, е балалар? Ол деген сөз бірінші қабырғасы, екінші қабырғасы, үшінші қабырғасы. А басқа деп белгілеудің қажеті жоқ балалар. Ол ұзындығы ені деген кезде шатыстырамыз. Менің өзім тәсілімде балаларыма солай үйретем. Бірінші қабырға, екінші қабырға, үшінші қабырғасы. Демек, 4 сантиметр қосылған 4, қосылған 3, 8, 11 сантиметр екен. Бізге осы берілген үшбұрыштың периметрі 11 сантиметр екен. Біз қалай таптық? Жаңа айтып өткендей, периметр дегеніміз барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. 3 бұрыш болса да, 4 бұрыш болса да, 5 бұрыш болса да, барлық қабырғаларын осылай қосып шығамыз. Ал егер де белгісіз қабырғасын табу үшін не істейміз? Мысалы, айтайық, үшінші қабырғасы белгісіз болсын. Ол үшін үшінші қабырғасын табу үшін балалар, периметрден азайтамыз. Бірінші қабырғасы мен екінші қабырғасын қосады екенбіз. Периметріміз бізде жаңа 11 болды ғой. 11-ден азайтамыз.
Периметріміз бізде 11 болды. Үшінші қабырғасын табу үшін периметр 11 сантиметр болды. Азайтамыз. Бірінші қабырғасы мен екінші қабырғасын қосамыз мына формуладағыдай. Бірінші қабырғасы 4, екінші қабырғасы 4, 11-ден 8 аламыз, 3 сантиметр екен. Үшбұрыштың белгісіз қабырғасын осылай табуға болады екен. Демек, периметрден азайтамыз. Бірінші қабырға мен екінші қабырғаны қосып, периметрден азайтатын болсақ, үшінші белгісіз қабырғамыз шығады екен. Ол бірінші қабырғасы белгісіз болмайды. Екінші, қайсы қабырғасы белгісіз болса да, дәл осындай тәсілмен қолданамыз. Екінші қабырғасы белгісіз болса, периметрден азайтамыз. Бірінші мен үшінші қабырғасын қосып, периметрден азайтады екенбіз. Жалпы периметр және аудан деген ұғым бойынша түсінік жақсы берілді және қарапайым тілмен түсіндірдім деп ойлаймын балалар. Шаршы мен тікбұрыштың айырмашылығын қайталадық. Шаршы мен тікбұрыштың қасиеті, үшбұрыштың периметрі және белгісіз қабырғасын қалай табу керек екенін балалар сендерменен қайталадық. Алдағы видеоларда қазір бұл жазық фигуралар, яғни шаршы, үшбұрыштар, көлемді, яғни кеңістік фигураларды өтетін боламыз. Және олардың жазық фигуралардың айырмашылығын, олардың көлемді фигура болғаннан кейін уже олардың ауданы, жаңағыдай ұзындығы, ені, биіктігі болады, көлемді болады. Яғни көлемін табуды үйренеміз. Және олардың да белгісіз қабырғаларын формула құрастыру, теңдеу құрастыру арқылы табуға болатынын көрсетемін. Бүгінгі сабағымыз балалар түсінікті болды деп ойлаймын балалар. Сау болыңдар.